Алматыдағы жүгіру марафоны қалай өтті? Бұл марафонға қатысу үшін Қостанай қаласынан Алматыға інім бір күн бұрын арнайы келді. Марафонның басталуына бір күн қалған кезде осындай стартовый сумканы барлық қатысушыларға таратады. Сумка сыртында әртүрлі спонсорлардың аттары жазылған. Ал ішінде не барын бірге көрейік. Номер салынған қағаз және де әртүрлі тәттілер, тіс жуатын пастаны да қосыпты. Алдыңғы жолы болған марафонда денеге жағуға арналған ауруды басатын кремдер болған тұғын. Марафоннан бір күн бұрын баламыздың денесінде осындай қызыл бірдеңелер шығып жатқандықтан далаға шығармай-ақ қояйық деп шештік. Әжесі мен ұлымызды үйге қалдырып, күйеуіміз екеуміз шықтық. Пойызымыз келіп, ішіне отырып, аман-есен жеттік. Осы финишке інім айтқан ғой, сағат 9-дан 5 кеткенмен 15 кеткен аралығында келем деп. Әрі күттім, бері күттім, содан жүгіріп келген адамдар жаққа қарата кетіп қалдым. Сол кезде інім звондап тұр, қайдасыңдар деп. Сөйтіп інімді видеоға түсіруге үлгермей қалдым. Қараңыздар, қандай керемет жап-жасыл газон төсеп қойған ғой. Мынаның өзі қандай керемет, я. Ал мен мына жерде інімді құттықтап жатырмын. 21 километр жүгіріп келген, бір медалін құтты болсын деп жатырмын. Менің інім 2022 жылдан бері марафондарға қатысады. Шамамен 40-қа жуық медальдары бар. Бағана айтып кеткенімдей, әртүрлі спонсорлар осы жерде тұр екен. Көптеген ойындар ойнатылып жатыр. Солардың біреуіне қатыстым. Осы жерге суретке түсіп, хэштег белгілесең, осындай бомбочкаларды сыйлыққа береді екен. Осындай бір грушаны ұрсаң, сертификат сыйлыққа беріледі екен. Оны да алып алдық. Келесі спонсор Каспий. Бұл жерде осындай ойын ұйымдастырып қойыпты. Бұтыңның арасында осындай ат сияқты бірдеңені қысып алып, ана жерге дейін секіріп барып келесің. Сол үшін саған осындай қызыл сумка шоппер береді екен. Біз үшеуін алып алдық. Біреуі енеме, өзім мамама, сосын үшіншісі өзіме. Мынау Каспийдің жасап қойған фотозонасы өте күшті, керемет екен. Сосын мына жерде бояуға арналған раскраска бар екен. Мен де қалсам ба деп боядым ғой. Не нәрсені боярымды білмедім. Мына жерде бәрі боялған екен. Сосын мына жерден төменнен бір пілді тауып алдым да, до конца бояп тастайын дедім. Ол да бір бітпейді екен. Дәп-дәу екен. Мына бір піл бар ғой. Мына жақтан мені видеоға күйеуімді түсіріп алыпты ғой. Әйтеуір бала құсап, мен де қалыспай өстіп бітірді мына пілді бояп. Өз видеомнан енді ғана байқап жатырмын, ана пілдің құлағы қалып кетіпті, я, боялмай.